үнден үңгәтілім, жәргетте балдырғанып күлгендірім, шағында ана дия ақ сүтімен, жүрегіме қаныма сіңгендірім. Жанымды жадыратқан бала тілім, жыр етек жаттаттырған сана тілім, жаралып жермен бірге күн көзімен, жасасқан қазақ тілі ана тілім. Тілге құрмет, елге құрмет деп білген аса қадірлі ұстаздар мен біздің оқушылар. Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті пәні онкүндігі аясында ұйымдастырылып отырған тіл ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі деп аталатын ашылу салтанатымызға қош келдіңіздер. Сүйінші қалай, осынау 53-ші мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 10 күндігінің ашылуы болғалы жатыр. Саңа? Ой, айтып қойған екенсіздер ғой. Сен ғана ойлап едің. Тоқташ, мына киімдеріңізге қарасам, баяғы ескі заманның киімі секілді. Жоқ әлде шалбарларының бұтын, түймелерінің, жейделерінің түймелерін үзіп алдыңдар. Біздің 40-қа келгенде жарыз деген тайлақтай бұл. Дәл тапсырдыңдар. Біз сол Тақиялы періште фильміндегі Тайлақ пен Айшамыз. Ой, қойыңдар. Ей, сенбесең отыр да тамашала. Жақсы көрейік онда. Төлет. Тайлақ! Не болды? Не болды мыналарға? Ентігіп сонша шошты не болды? Ауылдан апаң келіпті. Апам? Ой, апам да жақпай ма күн суықта, не дейді? Апаның қарқынына қарағанда, сен осы жол точно үйленесің ау, Тайлақ. Мен үйлену жөнді апам айтқам. Точно үйленесің. Мен үйлену апам айтқам. Апам да бір тынышталмайды екен осы кезеңде. Тайлақ! Ай, Тайлақ! Ой, апам. Тайлақ! Тайлақ! Қош келдіңіз. Қайда жүрсің, басақ баланым? Қайдан жүрсіз? Мен саған не екенін көрсетейін, е? Ой, анашым. Сөзіне қойғандай, бәрі жарасып кетеді. Рахмет. Сізде ана жер бетін жет айналсам да татып басқым. Көп рахмет. Несімен өре болдыңыз? Төтінай. Ой, апам. Кішкеде бола десек. Бала болмасын, қайда жаныңда шүке басың? Енді ол жөнінде айттық қой, анашым. Бұйырса, үйленеміз. Сен үйленемін дегенді қашан? Елдің бәрі келіп сүйіп, шай ішіп болды. Менің жүргенімді олар ма? Айналайын асып берген арасы жоқ. Қойшы. Ренжі көрмейік, сүйленемін әлі. Жас Істермей сенімді, өзім үйлендірем осы жолы. Жоқ. Жүр деймін. Жоқ. Әй жүгірмек. Жүр алмаңыз. Өзім үйлендірем. Әй жүгірмек, жүр. Тайлақ. Жүр деймін. Алып келем туанып, асалым өмірімде көргенде. Жүзімнен ұтылып кетіпсің қолпарып, бақыт сәулесін сепкенде. Сен туған күн мерекемен, ән бастайық керек екеуміз, ұмытпа сен байлам, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен байлам, есте қалсын мәңгі бұл күн. Бүгін менің ең сүйікті ерке Тайлағымның туған күні. Соның құрметіне шын ықылас, ақ ниет білдіріп, жүрек жақты тілегімді айтқым келеді. Ең әуелі, осы Алатаудай болып отырған алтындай 4 қыз және талантты ұстазды тәрбиелеген үшін мыңда бір алғыс демекпін. Ал Тайлағым айтарым, осы жазға қалдырмай, анамыздың қолын ұзартсын. Ал енді сөзімнің аяғын осы өлең сөздерімен аяқтайын. Мерейлі жасын қуантып, бақ сыйласын. Қуаныш көп беретін сәт сыйласын. Арман менен мақсаттарың орындалып, абыройлы мақтан тұтар ат сыйласын. Рахмет сізге. Үлкен бір әулеттің күйеу баласы менің асыл сезден болды. Енді бір өлең жолмен қайтарсам қалай екен? Ақ болса ырыс болсын деп, орталса ырыс болсын деп,
бір әпкемді бердің ғой, осылар аман болсын деп. Енді тұрған елің отырмай, Тайлақ досыма бір сөз айтайын. Ол Тайлақ досым, кішкентай кезінен бері жүрген досым. Мен деген көп айтпайтын адаммын. Аз сөзім бір ауыз сөз айтайын да кетейін отырайын. Мен там адаммын ғой, мен там адаммын. Тайлақ досым, осы бір басың екеу болсын. Жасың неге мықты болсын, жүзген. Үйлендіріңіз. Енді тағы да 60 жылың бар ғой, қорықпа. Қорықпа. Осы сөзің болды ғой. Осы кезде сен де Әпкең ретінде бір естелігімді айтып кетейін. Есіңде ма? Бала күнімізде әрі кішкентай едік қой. Ой, әпке. Оның есін басқа. кішкентай кезімізде екеуміз кәмпитке таласып, оны да ұрлап алатын едік. Бір күні сол үшін мен тарақ жедім адамнан. Бұл өмірі түсіп шығып кететін. Мен ұрыс еститінмін. Менің де бір оқиға есімде. Бір күні терезеден аңдып тұрмын, үнемі аңдып жүрдім Тайлақты. Аңдып тұрмын, не істей дегенде ақырын спичканы алып кетті, сарайға барды. Сарайдағы біраз көрсетте қашып кетті. Жайлап қана шығып кетті. Аңдып жүгіріп барсам, өрт болып жатыр ғой ана жерде. Енді ойынды ақталған. Сұмдық бұзық болған. Бала кезінде де бұзық болған. Қазір енді қызметкер болып. Бала күнде сотқар болған екен, мен де Тайлақпен ең алғаш танысқан кезім есіме түсіп отыр. Ең бірінші ана газет үңгіршілігінде газет сатып жұмыс жасағанмын ғой. Сол кезде Тайлақ газет алуға келген болатын. Газет аламын деп менің журналымды алып кеткен. Сонымен бүкіл группаның бағасы жоқ болып, таппай, соңында Тайлаққа бұл жеткізді. Мен болсам Тайлақпен Құдай-ау бейгешінде танысқан ем ғой. Жігіттің көресі емес пе Құдай-ау. Жан-жағына қарап, бір сал, көңіл бөлсеш би десең билет берем, ән айт десең ән салам. Оған сапсаңдан бал қапқан қызмын ғой мен. Айналайын алтын, бұл жерде айтатын сөз емес. Қойшы. Жастар болмасын ұят болар. Мен өздігімнен үйленбесім қажет еместігін сізге мың рет айттым ғой ағаппын. Ой болса мен Тайлаққа арнап өзімнің тілегімді айтып жүрейін. 60 жас жақсы сияқты негізі. Шүлтиген шашын түйіп алып, сылаң еткен қыз не басын? Маған 60 жастай келін келді. Кеш шайыңнан шайының өзі қандай дәрімді. Өмір мынау, қатар тосқан, жеңілімен аурын, қайғысымен сауғын, бүгін мына сенің туған күніңде қандай тілек айтсам екен, бауырым. Саған байлық тілерем мен, бірақ ол бір әңгідіп, жүргенімен шерін тартып сан құрып, саған жолдас бола алмайды ол мәңгілік. Ал онсыз адам жүре алар ма, соқпақтармен жолсызда, ал сұлулық тілерем мен, сұлусың сен онсызда. Қайтсем екен, мен оданда барлық адам аңсаған, барлық адам сан мың жылдар арман етіп шаршаған, азы жетіп алсан мыңы, тек елесін тамсанған, кез келгеннің уысына түспейтін, кез келгеннің бақшасында піспейтін, зор махаббат тілейінші мен саған. Әдемі сөздер айтылып жатыр. Анашым, менің де сізге айтарым бар. Әрине осы Тайлақжанды өмірге әкелгеннен кейін сізден маңызды кім бар дейсіз. Мені сізге арнап айтқанымды қабыл алыңыз.
Ал ендіше көп отырмай, бізде қайтайық. Менің айтарым бар. Ал балаларым, бүгін Тайлақжанның туған күніне келіпсіңдер. Барлықтарыңа қарап, көңілім тойып, көңілім аз отыр. Бірақ Тайлақжанның әкесі атадан қалған жалғыз еді. Өзің де жалғыз ұлсың. Осыны көп ұзаматпай, бір басын екеу қылып, бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді ғой. Немерелі шөберелі болғым келеді. Сол немере шөберемді бағып, қағып, боғына болғанып, жүрсем арманым жоқ еді. Сол менің арманым. Сондықтан осы Тайлақжанды үйлендіруге тырысыңдар балалар. Таңның атысы бұған батысы, осы әңгімені бір кеңес Anlaşım, ağızdan arbağalamak, şakından zorbalamayısızlar mı? Келін тауып Әркімнің таңдауы болар. Таңның атысы күннің басы осы әңгімені талқылап жатырмыз. Бірақ десек те өзіме қатарсаңыз жөн болар дейді. осы жолмен өзің жүрсің, сол жүре бересің ау. Мен қонақтарды шығарып салайын рұқсат болса. Ал жақсы балаларым. Мына Тайлақтың басын екеу жасайық. Жақсы анашым, көріскенше сау болыңыз. Жақсы. Жақсы.
сіздер де қоймайсыздар. Анаға бірдеңе тауып бер. Тайлақ, бабам. Қонақтар өмірді жақсы кетсін. Қалай қыз ұнады ма? Қыз ұнағанда ұнады, бірақ сіз қайсысын айтып тұрсыз? Қайсысын айтушы едім? Бағанан бері жаны қалмай жанында жүр ғой. Шайымды құйып беріп, жаны қалмай массажыма дейін жасап жатыр. Содан артық маған келіннің қажеті жоқ. Анашым, мен сіздің кімді меңзеп тұрғаныңызды жақсы білген сияқтымын. Алтын шашты айтып тұрмын, кімді айтушы едім? Алтын шашты келін қойылып дей берсең болды. Басқа маған шүлтеген шашымен сылаң-сылаң еткен қызыңның керегі жоқ мына жерде отырған. Ардақты анашым, оңға қарасам да алтын шаш, солға қарасам да алтын шаш. Жан жағымыз қыз-қырқынға толы ғой. Осы жолы мен сені үйлендірмей қоймаймын, өзім-ақ үйлендірем. Жүр, мен сені қыздардың отанына апарайын. Жүр, алдыма түсі көрмек. Жоқ апа, өзім көрейінші таңдап мен. Барасың.